С деңгейінде 852 есепте 10 цифрдан әртүрлі 2 цифрды таңдап алу қажет. Яғни орналастыру формуласы бойынша А 10-нан 2 деп аламыз. Формуласы бойынша бөлімде 10 азайтылған 2 факториал, алымында 10 факториал. Бізде шығады 10-нан 2 азайтсақ 8 факториал, 10 факториал. 10 факториалды жіктейтін болсақ, 8 факториал 9 көбейтілген 10. 8 факториал екеуі қысқарады, сонда 10-ды 9-ға көбейтсек 90 шығады екен. Яғни 90 тәсілмен таңдауға болады екен. Бұл барлық тең мүмкін мәндердің саны 1-ге тең, яғни m тең 1-ге. Қолайлы нәтижелер саны 1-ге тең, демек PA n-нен m формула бойынша m бізде 1-ге тең, n-ді таптық, 90-нан 1 шығады екен. 853 есепте гипотенуза сөзінің әріптерінен кездейсоқ 6 әріпті таңдап алып, қатарынан қойып шықты. Бұл кезде 10 әріпті, барлығы 10 әріп, орналастыру формуласы бойынша 10 әріптен 6 әріпті алып тастасақ, n тең a 10-нан 4 болады екен. Орналастыру формуласы бойынша 10-нан азайтамыз 4 факториал, алымында 10 факториал. Сонда 10-нан 4 азайтатын болсақ 6 факториал, 10 факториал жіктейтін болсақ 6 факториал 7 көбейтілген 8 көбейтілген 9 көбейтілген 10. 6 факториалдар қысқарады. Бұл сандардың көбейтіндісі 5040-қа тең болады екен. Бізде бұндай мүмкіндіктер нәтижелер саны біреу болғандықтан m тең 1-ге. Олай болса формула бойынша PA тең n-нен m. Олай болса бізде n-іміз белгілі 5040, m 1-ге тең. 854 есепте баскетболдан біріншілікте 10 команда қатысты, оның 2 командасы мықтырақ. Яғни 2 топқа бөлінетін болса, бізде барлығы 5 команда болады. 10 команданың 2-ге бөлген кезде, онда n тең теру формуласы бойынша 10-нан 5 деп анықтайтын боламыз. Олай болса формула бойынша 5 факториал, 10 азайтылған 5 факториал, алымында 10 факториал. Бізде факториалдар жіктейтін болсақ, алдымен 5 факториал бөлімін жазып аламыз. 10 факториалдан 5 факториал азайтсақ, тағы да 5 факториал шығады. 10 факториалды 5 факториалға жіктейтін болсақ, 6, 7, 8, 9, 10. Олай болса, бізде 5 факториалдар қысқарады. Бөлімдегі 5 факториалды жіктейтін болсам, олардың көбейтіндісіне тең. Әрі қарай алымын сол күйінше жазып аламын. Енді қысқартамыз. 10 мен 5-ті қысқартамын, 2, 9 пен 3-ті қысқартамын, 3 қалады алымында. 4 пен 2-ні қысқартсам, бөлімде 2 қалады. Бөлімдегі 2 мен 8-ді қысқартуыма болады, 4 қалады. Бөліміндегі 2 мен тағы 4-ті қысқартайын, 2 қалады. Сонда бөлімде ешқандай сан қалмады. Алымындағы сандардың барлығын көбейтіп шығамыз. Олай болса 6-ға 7-ні көбейтем, оған 2-ні, оған 3-ті көбейтсек, бізде 252 тәсіл пайда болады екен. Адағы бір топтағы командалардың тәсілін таңдап алу керек. Ол үшін бізде барлығы 8, соның 2 командасы мықтырағын алып тастадық. Сонда 8-ден 5-тен де тағы 2-ні азайтсақ, 3 шығады. 8-ден 3 деп аламыз. Тағы да формула бойынша 8 факториал, 3 факториал бөлімінде 8-ден 3 факториалды азайтамыз. Бөлімі сол күйінше жазып, жақша үшін орындайық. 8-ден 3 азайтатын болсақ, 5 факториал. Әрі қарай 5 факториал, 8-ді жіктеп жатырмыз. 6 көбейтілген 7, көбейтілген 8. Олай болса 5 факториалдар қысқарады. Бөлімдегі 3 факториалды жіктейік. Алымын сол күйінше жазып аламыз. 6 мен 3 қысқарады, 2 қалады. 2 мен тағы 2-ні қысқартса, бөлімінде ешқандай сан қалмайды. 7 мен 8-дің көбейтіндісі бізде 56-ға тең. Мына жаққа жазайын. PA деп алайық формула бойынша.
n нен m. Біз жаңа анықтағанымыз n мен n-ді анықтадық. Бізде барлығы тәсіл 252, оның мықтырақ командасы 56 екен. Бұл екеуі де 28-ге қысқарады, 9-дан 2 шығады. Екі мықтырақ командадан бір команданы екі тәсілмен таңдап алуға болады. Олай болса, с 8-ден 4, яғни 4 команданы қалғанын 8 деп аламыз, е? Олай болса, 8 факториал алымында 4 факториал, 8-ден 4 факториалды азайтамыз. 4 факториал, тағы да 4 факториал. 4 факториал 5 көбейтілген 6, көбейтілген 7, көбейтілген 8. Олай болса, 4 факториалдар қысқарады. Алымын сол күйінше жазып қоямын. Бөлімдегі 4 факториалды жіктемін. Ары қарай алым мен бөлімдегі сандарды қысқартайық. 4 пен 8-ді қысқартсақ 2 қалады. 2 мен 2-ні қысқартайын. 3 пен 6-ны қысқартайын. Бөлімде ешқандай сан қалмады. Алымында 5 пен 10-ның көбейтін, 5 пен 2-дің көбейтіндісі 10, 10-ды 7-ге көбейтем, 70 шықты. М-ді анықтаймыз. М-де отырғанымыз 2-ні осы 70-ге көбейтеміз. 140 тәсіл шығады екен. Сонда формула бойынша n-нен m тең барлығы бізде тәсіл біз білеміз 252, алымында 140, яғни m 140-қа тең болды. Бұл екеуі де 28-ге қысқарады, 9-дан 5 шығады.